Біз зерттейтін Алаш дәуірі бұл 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың бас ширегі. Егер ол кезде қарайтын болсақ, барлық зиялылар 100% арабша немесе мұсылманша тіл сындырды, сауатын ашты, жаңа молдадан сабақ алды. Олар енді жаңа заманда ұлтты тез ағартудың, тез жақсылыққа алып шығудың жолын іздеді. Бұл төте жол деп айтылды. Дінсіз қоғамды ешкім қалаған жоқ. Дінсіз қоғам, атеистік қоғамды ешкім біреу де айтқан жоқ. Олардың дінге көзқарасы ата-бабаның орныққан, алған дүниесінің барлығы зиялылар арқылы жаңағы діннің ішіне кіріп, оның жаңағы құндылықтарымен, олардың іргелі дүниелерімен танысып, соны қазаққа түсінікті тілмен жеткізу. Егер тек бірыңғай діннің адамы болып, бірыңғай діннің терминологиясымен сөйлеп, бірыңғай тек араб текті сөздермен шықпау деген сөз, ол халықтан жырақтау деген сөз. Бұл ешқандай да біздің дінді бұрмалауымыз емес, біздің дінді болғандығын, бірақ ол дінді өзіміздің топыраққа, өзіміздің дәстүрімізге сәйкестендіргенімізді көрсетеді. Сүннит жолындағымызды да, жаңағы Әбу Ханифа, Имам Ағзам жолындағында көбісі де әу бастағы сол дәстүрге табан тірегендігі көрсетеді. Ешкім аспаннан аяқ салбырап тумайды. Дін мәселесінде, рухани мәселеде бір қалыптасып толысып тумайды. Бәрі де оқумен, біліммен жетіледі. Бірақ жастай қателеспеу керек, қателікке ұрынбау керек.